Құрметті студенттер, бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы баға белгілеудегі өнім сапасының маңызы. Жалпы біз осыған дейін тауардың шығарылуы, оған қойылатын баға, бағадағы үстемелер жайлы айттық. Енді біз өнімнің осы шығарған тауарымыздың сапасы жайлы айтамыз. Баға белгілеу кезінде өнім сапасына үлкен мән беріледі. Жоғарғы баға қою стратегиясы қолданылады. Өнім сапасының артуы кәсіпорын қызметінің маңызды көрсеткіштерінің бірі. Сол арқылы өндіріске инновацияның енгізілуін, тиімділіктің жоғарылауын, ресурстардың үнемді пайдаланылуын анықтаймыз. Қазіргі кезде кәсіпорындардың арасындағы бәсеке өнім сапасының дәрежесімен жүріледі. Мемлекет бойынша сапа дегеніміз тағайындалуға сәйкес белгілі бір қажеттілікті қанағаттандыруға жарамды өнімнің жиынтық қасиеттері. Тауар сатып алушы сол өнім өзінің тұтынуындағы барлық шарттарына лайық болса, онда бұл тауар сапалы деп саналады. Егер өнімнің сапасына баға беру керек болса, онда оның қасиеттерін халықаралық немесе отандық стандарт талаптарына мен салыстыру қажет. Мұнда сапалы деңгей термині шетелдік әдебиеттерде салыстырмалы сапа, сапа өлшемі терминдерімен қолданылады. Стандарттарда немесе техникалық шарттарда бекітілген мемлекеттік және халықаралық үлгілер мен талаптар эталон түсінігімен береді. Кез келген құжат немесе эталон өнім қасиеттерін белгілі бір жиынын және сипаттамасын қандай да бір уақыт кезеңіндегі заңдастырып отырады. Осыған байланысты сапа дегеніміз тауар қасиеттерінің белгілі бір тұтыну жағдайындағы қажеттіліктерді қанағаттандыру дәрежесін сипаттайтын қоғамдық баға. Өнім қасиеттері оның өнімділігі, түсі, сенімділігі, ұзақ мерзімділігі жатады. Өнімнің барлық қасиеттері келесі топтарға бөлінеді. Яғни белгілеу көрсеткіштері, өнімділігі, танымдылығы, өлшеу диапазоны, сенімділік және технологиялық көрсеткіштері, унификациялау және стандарттау көрсеткіштері, эстетикалық көрсеткіштері, эргономикалық көрсеткіштері, тасымалдылық көрсеткіштері, патенттік құқықтық көрсеткіштері, экологиялық көрсеткіштері және қауіпсіздік көрсеткіштері. Өнімді тұтыну мақсатына байланысты сәйкес сапа көрсеткіштері қолданылады. Мысалы, жөндеу жұмысын жүргізу қаржыны үнемдеу мақсатында жөндеуге жарамдылық көрсеткіші қолданылады. Сапаны белгілеу көрсеткіштері бұл өнімді қолданудағы негізі пайдалы, тиімді немесе эффекті шамасын сипаттайды. Технологиялық цикл бұл процесте еңбек құралдары, уақытты, материалдарды тиімді пайдалануды сипаттайды. Яғни технологиялық цикл дегенімізде шикізаттан бастап дайын өнімге дейінгі аралықты көрсетеді. Унификациялау және стандарттау бұл өнімнің толық стандарттылығы және басқа өнімдермен салыстырғандағы унификация деңгейін сипаттайды. Экономикалық көрсеткіштер бұл адамның өнімді пайдаланудағы қолайлығын көрсетеді, яғни сатып алу қабілеттілігін көрсетеді. Эстетикалық көрсеткіштер бұл өнімдегі түстердің сәйкестігі, формасын, түрін, өнін, стилін сипаттайды. Яғни тауарымыз қалай әрленген, соны байқалтады. Тасымалдық көрсеткіштер өнімдердің қасиеттерін бұзбай, әртүрлі көрікпен тасымалдау мүмкіндік дәрежесін көрсетеді. Яғни қандай тасымалдау көрсеткіштері біз өндірістен дүкенге немесе тұтынушыға қалай жеткіземіз, соған байланысты. Патенттік құқықтық көрсеткіштер өнімнің патенттік қорғалуы, яғни ол авторлық егер құқығы бар болса, сол тауар шыға, яғни ол қорғалуы тиіс. Экологиялық көрсеткіштер өнімді тұтыну, сақтау кезінде туындайтын зиянды әсерлер дәрежесін көрсетеді. Ал қауіпсіздік көрсеткіші бұл өнімді пайдалануды, сақтауды және жөндеудегі қауіпсіздік дәрежесін сипаттайды. Осы аталған көрсеткіштер жиыны өнімнің сапасын, техникалық деңгейін бағалауға мүмкіндік береді және басқа да ұқсас өнім сапасымен салыстыруға негіз бола алады.
Өнім сапасын басқару жүйесінің маңызды элементі стандарттау болып табылады. Стандарттаудың негізгі мақсаты өнімнің прогрессивті талаптарын анықтайтын нормативті техникалық құжаттар жүйесін құру, сонымен қатар осы құжаттардың дұрыс пайдалануын бақылау жасау болып табылады. Ал стандарт белгілі бір объектілер мен нысандармен қойылған талаптар, әдістемелер, сипаттамалар және жалпы принциптер негізінде тағайындалған құжат тек стандарттарда өндірілетін өнім сапасымен бекітіледі. Стандарттау бойынша нормативті құжаттардың келесі түрлері бар. Бұл Қазақстан Республикасы мемлекеттік стандарттары, салалық стандарттар, техникалық шарттар, кәсіпорындардың бірлестіктерінің стандарттары, халықаралық стандарттар. Олардың мақсаты осы стандарттардың іс жүзіндегі және жаңа сапа жүйелерін жасауда, оларды сертификациялауда, халықаралық деңгейдегі бірыңғай әдістемелік негізге келтіру. Өнім сертификаты тауарды сатып аларда оның стандарттау талабына сәйкестігін тексеру мүмкіндігін береді. Сертификат өнімнің толық тексерілгендігін, сынақтан өткізілгендігін, жарамдылығын көрсетеді. Сапа сертификаты тауардың сапасын, оның стандартқа сай екенін куәландыратын ресми құжат болып табылады. Сапаны анықтайтын әдістер сапамен қамтамасыз ету процесінде әдетте математикалық әдістер қолданылады. Оларға мыналар жатады: сызықтық әдістер, сызықтық емес әдіс, динамикалық программалау, сараптамалық жоспарлау, имитациондық модельдеу, массалық қызмет көрсету, кесте теориясы, функционалдық құнды талдау, корреляциондық қатынастар әдісі. Бұл әдістердің барлығын біз бағаның параметрлік әдістері, агрегаттық әдістерінде осы әдістерге біз жеке тоқталғанбыз. Сонымен сапа тұтынушының жан-жақты талабын қанағаттандыру болу керек. Қазіргі заманғы сапамен қамту әдіс тәсілдері ең алдымен осы шарттарды орындауы тиіс. Ол үшін тұтынушы талабын зерттеу, талдау жұмыстары жүргізілуі тиіс. Бүгінгі тақырыбымыз жалпы өнімнің сапасы, өнімге қойылған талаптар және осы өнімнің сапа сертификатталу арқылы құжатын қалай беріледі, сол туралы айтылды. Назарларыңызға рахмет.